Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сабаққа керекті құрал-жабдықтарыңыз дайын болса, сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы латын әліппесі, дыбыстардың жіктелуі, дифтонгтер. Сабақтың мақсаты латын әліппесін, дыбыстардың жіктелуін, дифтонгтерді дұрыс оқып үйрену. Күтілетін нәтиже латын әліппесін, дыбыстардың жіктелуін, дифтонгтерді дұрыс оқи білу. Жаңа сабақта қарастырылатын сұрақтар: латын әліппесімен танысу, дауыстардың жіктелуі, дауыссыз дыбыстар мен иота әрпінің айтылуы, дифтонгтердің айтылуы. Қазіргі кезде жаңа латын әліппесінде 25 әріп бар. Атап өтсек: А, Б, С, Д, Э, Ф, Г, Х, И, йота, К, Л, М, Н, О, П, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Латын терминологиясында кейде W деген әріп кездесіп қалады. Ол неміс тілінде В немесе У сияқты айтылады. Вассерман, Уэбстер, Уилсон. Биологиялық, биохимиялық, фармацевтикалық және химиялық номенклатураларда жануарлар мен өсімдіктердің родтық аты үлкен әріптермен жазылады. Ляцерта, кесіртке, уртика, қалақай. Химиялық элементтердің аты мен катиондар: феррум, темір, натрий хлоридум, натрий хлориді. Биохимиялық субстанциялар мен биохимиялық препараттар: серотонинум, серотонин, тетрациклинум, тетрациклин. Дауыстардың жіктелуі. Латын тілінде дыбыстар дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. Йота әрпінің және дауыссыз дыбыстардың айтылуы. Жеке дауыстылар А, Е, И, О, У монофтонгтар деп аталады және олардың айтылуы мен аталуы бірдей болып келеді. Аренозус, құмды, рана, бақа, тритикум, дән. Ипсилон әрпі грек тілінен енген және дауысты И болып айтылады. Бұл әріп француз тілінде Y деп аталады. Симбиозис, симбиоз, зигота, зигота. Егер дауысты И дауысты А, Е, О, У әріптерінің алдында тұрса, онда ол И болып, сол әріптермен қосылып, орыс тіліндегідей Я, Е, Ю дыбыстарын құрайды. Японикус, япондық, маялис, мамырлық, юниперус, арша. Кей сөздерде И әрпі дауыстылардың алдында, өз алдында жеке айтылады. Йодум, иод. Дауысты И дыбысы келесі дауыстылармен қосылып, басқа дауыс бергендіктен, 16 ғасырда латын әліппесіне дауыстылардың алдында қойылатын йота әрпі қосылды. Бірақ И әрпінің йота әрпіне ауыстырылуы міндетті емес. Қосалқы дауысты дыбыстардың айтылуы. Латын тілінде дербес А, Е, И, О, У, Ипсилон дауыстыларынан басқа екі дауыстының тіркесінен тұратын АЕ, ОЕ, АУ, ЕУ дыбыстары бар. Классикалық дәуірде бұлардың бәрі де екінші сыңары буын құрай алмайтын дифтонгілер ретінде оқылған. АЕ дифтонгы дыбысын береді. Альге, балдыр, артерие, артериялар. ОЕ дифтонгы дыбысын. Амебе, амеба, феникулум, фенхель. АУ дифтонгы дыбысын. Аврис, құлақ, кавдалис, құйрық жағы. Эу дифтонгы дыбысын. Эквалиптус, эквалипт, плевра, плевра.
Эу дифтонгы сөздің соңында М және С дауыссыздарының алдында дифтонг құрамайды және буынға бөлінеді. Кальканеус – өкшелік. Кейде биологиялық атауларда грек дифтонгы ей кездеседі де ей болып оқылады. Сейроспоре – сейроспоралар. Сөздерді латын тілінде оқиық. Цервикс – мойын. Пициде – тоқылдақ. Зооценозис – зооценоз. Краниум – бас сүйек. Генотипус – генотип. Маргиналис – шеткі, шетте орналасқан. Калиум – калий. Пульмо – өкпе. Тридактилюс – үш саусақ. Ликвидус – сұйық. Кверкус – имел. Плазма – плазма. Ориза – күріш. Цинкум – цинк. Лингва – тіл. Сангвис – қан. Бүгінгі сабағымызда алған білімдерімізді бекіту үшін жаттығу жасайық. Бірінші жаттығу – сөздерді дұрыс оқыңыздар. Екінші жаттығу – берілген сөздерді латын әрпімен жазып шығыңыздар. Бекіту сұрақтары: латын әліппесінің әріптерін атаңыз. Дауысты және дауыссыз дыбыстары, йота әрпі және дауысты дыбыстарын айтылуы, дифтонгтердің айтылу ерекшеліктері. Назарларыңызға рахмет.